Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі тыңдайтын дәрістеріңіздің тақырыбы бактерия жасушасының құрылысы және бояу әдістеріне байланысты сұрақтарды қамтитын болады. Әрбір тірі организмнің, мейлі ол көп жасушалы болсын, мейлі бір жасушалы болсын, өзіндік жасушалық құрылымы болады. Және ол сонысымен өзгелерден ерекшеленетіні белгілі. Бұл слайдтан сіздер бактерия жасушасының құрылысын көріп тұрсыздар. Бактерия жасушасының құрылымы басқа организмдермен салыстырғанда қарапайым келеді. Электронды микроскоптың көмегімен жасушалар және олардың ультракескіндері жеткілікті зерттелген. Бактерия жасушасында тұрақты және тұрақсыз құрылым компоненттері болады. Тұрақты құрылым компоненттеріне жасушаның қабығы, цитоплазмалық үш қабатты мембранасы, мезосомалары, цитоплазмасы, рибосомасы және де цитоплазмада жатқан нуклеоиды жататын болса, тұрақсыз құрылым компоненттеріне капсуласы, волютин дәндері, плазмидалар, талшықтары, спораларын, кірпікшелерін жатқызуға болады. Бактериялардың тұрақты құрылым компоненттері барлық бактерияларға тән. Яғни, ол құрылым компоненттері жойылатын болса, бактерия тіршілігін тоқтатады. Ал енді тұрақсыз құрылым компоненттері болатын болса, олар бактериялардың барлығына тән емес. Олар кейбір бактерияларға қажет болған жағдайда түзіледі де, оларды белгілі бір факторлардан қорғайды. Мысалы, капсула. Капсула түзетін бактериялар ғана түзеді. Ол, мысалы, пневмококтар, клепсиелларды жатқызсақ болады. Яғни олар сыртқы ортада жүрген кезде сыртқы орта факторларынан әсіресе құрғап кетуден қорғайтын болса, организмге енген кезде фагоцитоздан қорғайды. Немесе споралар организмді, яғни жасушаның түрін сақтау үшін құрғақшылық жағдайында, тағы басқа қолайсыз жағдайларда ғана түзіледі. Слайдтан сіздер жасуша қабығы туралы көріністі көріп тұрсыздар. Бұл жерде жасуша қабығына байланысты екі түрлі бактериялардың жасуша қабығын сипаттаймыз. Яғни грамм оң бактериялар мен грамм теріс бактериялардың жасуша қабығында ерекшеліктер бар. Грамм оң бактериялардың жасуша қабығы полисахаридтерден, липидтерден, белоктардан тұрады. Бұл бактериялардың жасуша қабығының негізі көп қабатты пептидогликан, яғни мурейн немесе мукопептидтерден тұрады. Ол жасуша қабығының массасының 40-90% құрап жатыр. Грамм оң бактерияларда жасуша қабығының пептидогликаны мен тихой қышқылы бір-бірімен ковалентті байланысып жатады. Грамм теріс бактерияларда жасуша қабығының құрамында липопротеиндерден тұратын сыртқы мембрана, астыңғы қабатында жіңішке қабатты, бір қабатты ғана пептидогликаннан тұрады. Бактериялардың жасуша қабығының ультра жіңішке кесінділерін қарағанда, сыртқы мембрана толқынданған үш қабатты құрылымнан тұрады. Оның негізгі компоненті екі қабатты липидтер болып табылады көбінесе. Сыртқы мембрананың ішкі қабаты фосфолипидтер, ал сыртқы қабаты липополисахаридтерден тұрады. Бактерияларда ол О антигені болып саналады. Бактериялардың қабығына жалпы лизоцим, пенициллин сияқты антибиотиктер, организмнің басқа да қорғаныштық факторлары әсер еткенде, жасуша қабығының синтезі бұзылады. Бұндай бұзылудың бірнеше түрлері бар, яғни протопласт деп атайды. Протопласттар жасуша қабығынан толық айырылған жағдайда протопластты бактериялар деп атайды. Сферопластты бактериялар бұлар жасуша қабығынан жартылай айырылғанда түзіледі. Кейде әртүрлі факторлардың әсерінен пептидогликанның синтезінің жойылуынан, бірақ көбеюге бейім және қолайлы жағдайда қайтадан қалпына келе алатын түрлер, яғни L пішінге
айналуы да мүмкін бактериялар. Жалпы бактериялардың жасуша қабығының қызметіне тоқталатын болсақ, олар көптеген қызмет атқарады. Бактерияларды сыртқы орта әсерлерінен қорғай отырып барьерлік қызмет атқарады. Жасуша қабығы арқылы қоректік заттар тасымалданады және метаболиттер шығарылады. Ішкі ортаның тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Оларға тән пішін береді. Жасушаның бөлінуіне қатысады, көбеюге қатысады. Жасуша қабығының беткейінде бактериофагтарға, бактериоциндерге және түрлі химиялық заттарға рецепторлар орналасады. Жасуша қабығының құрылысы мен құрамы бактериялардың антигенділігін анықтайды. Құрылымына байланысты О, К, H және V антигендерін ажыратады. Бояғыштарды әртүрлі сіңіреді. Осы қасиетіне байланысты бактериялардың тинтариалдық қасиеттері анықталады. Яғни бактериялар грамм оң бактериялар және грамм теріс бактериялар деп жіктеледі. Жасуша қабығының компоненттерінің синтезінің бұзылуы бактериялардың өлуіне әкеледі. Яғни жоғарыда айтып кеткендей, соған байланысты олар протопластты, сферопластты, L формалы бактериялар түзеді. Яғни келесі слайдта біз цитоплазмалық мембраналарды көріп отырмыз. Цитоплазмалық мембрана ол цитоплазма менен жасуша қабығының ортасында жатқан 3 қабатты белокты қабат. Цитоплазмалық мембрана 15-30% жағдайда липидтерден, 50-70% белоктардан, 2-5% көмірсулардан тұрады. Қызметтеріне тоқталатын болсақ, еріген заттарды жасушаға тасымалдайды, электрондар мен тотығу, фосфорлану өнімдерін тасымалдауға қатысады, гидролазаларды синтездейді, ДНК синтезіне қажетті ферменттер орналасады, спора түзуге, бөлінуге, көбеюге атсалысады. Яғни жасуша қабығы қандай қызметтер атқарса, цитоплазмалық мембранада сол қызметтердің бәріне атсалысады, тек қана бактерия жасушасына пішін бермейді. Қалған қызметтің барлығіне атсалысады. Келесі тұрақты құрылым компоненттерінің біреусі мезосомалар. Прокариоттық жасушаның энергетикалық метаболизмінің орталығы мезосомалар деп отырғанымыз. Цитоплазмалық мембрананың өнімдері болып табылады. Цитоплазмалық мембранадан келіп ойысталып жасалған қалташалар болып табылады. Концентрлік мембраналар көпіршіктер, түтіктер, ілмектер түрінде келеді. Жасушаның әртүрлі жерлерінде орналасады және сандары да әртүрлі болады. Нуклеоидпен байланысып, жасушаның бөлінуіне және спора түзуіне қатысады. Заттардың тасымалдануына қатысады. Грамм оң бактерияларда мезосомалар жақсы дамыған деген түсінік бар. Келесі құрылым компоненті цитоплазма. Цитоплазма ол жасуша ішілік қоймалжың сұйықтық болып табылады. 80% судан тұрады. Онда жасушаның органоидтары орналасады. Одан басқа қоректік заттар қоры, ыдыраған өнімдер, жасуша қалдықтары да осы цитоплазмада болады. Цитоплазма үнемі қозғалыста жүреді. Қоректік заттар жасушаның бір бұрышынан екінші бұрышына қарай ағып, бір жерден екінші жерге қарай жеткізіледі. Барлық жасушалық компоненттерді байланыстырады және олардың химиялық байланысқа түсуін қамтамасыз етеді. Келесі құрылым компоненті жасушаның генетикалық ақпараты. Бактериялардың ядролық ақпараты нуклеоид деп аталады. Ол екі тізбекті ДНК сақинасынан тұрады. Ұзындығы 0,25-тен 3 мм-ге жетеді. Бактерия хромосомасы гистондармен байланыспайды. Бактериялардың генетикалық аппараттарының ерекшеліктері өзгеше болады. Оның ядролық қабығы болмайды. Сондықтан бұлар прокариоттарға жатқызылады. Ядрошықтары жоқ болады.
ДНК цитоплазмада жатады, шашыранды орналасады. Хромосомаларға бөлінбейді. Бактериялардың ДНК-сы эукариоттардың хромосомасының аналогы болып табылады. Жасушада ДНК-ның 40 көшірмесі болады. Митоз және мейоз болмайды бұнда. ДНК молекуласында фосфат қалдықтарының иондалған гидроксил топтарының болуына байланысты теріс заряды бар. Прокариоттардағы зарядтарды бейтараптандыру ДНК-ның полиаминдерімен және магний иондарымен әрекеттесуі арқылы жүреді. Бактериялардың хромосомасы әрдайым полисомалар немесе мембраналық ақуыздар арқылы мембранамен байланысады. Бактериялық хромосоманың репликациясы жартылай консервативті механизм арқылы өтеді. Бактерия жасушасында нуклеоидтан басқа экстрахромосомалық генетикалық элементтер, яғни плазмидалар мен эписомалар болады. Плазмидалар бұл автономды репликацияға қабілетті кішкентай ДНК молекуласының сақиналары болып табылады. Хромосомалармен біріктірілген плазмида эписома деп аталады. Оның репликациясы бактерияның хромосомасымен бірге жүреді. Олар нуклеоидтан әлдеқайда аз және барлығы 1540 мың жұп нуклеотидтерден тұрады. Бұндай плазмидаларда ауыр металдардың тұздарына, химиялық заттарға және тағы басқаларға, антибиотиктерге төзімділікті қамтамасыз ететін, антибиотиктердің синтезін реттейтін 100-ге дейін гендер болуы мүмкін. Плазмидалардың бірнеше түрлері болады. Мысалы, R-плазмидалар, олар антибиотиктерге тұрақтылық қабілет береді. Кол-плазмидалар, N-плазмидалар деген бірнеше түрлерін атап кетуге болады. Рибосомалар барлық жасушалардың маңызды компоненттері болып табылады және де ақуыздың синтезіне жауап береді. Олар өте кішкентай, сондықтан оларды электронды микроскоппен ғана көруге болады. Мембраналарға жабысқан рибосомалар плазматикалық мембрананың белоктарының синтезіне жауап береді. Ал бос рибосомалар цитоплазманың ішінде бос жүреді де, жасушаның ішіндегі белоктардың синтезделуіне қатысады. Рибосомалардың диаметрі 18 нанометр шамасында болады, 65% рибосомалық РНК. Ал 35% әртүрлі мөлшердегі белоктардан тұрады. Олардың салмағы 6000-75 000 килодальтонға дейін болады. Ішек таяқшаларында 15 000-ға жуық рибосома болады. Ол бактерия жасушасының құрғақ қалдығының 1/4 бөлігін қамтиды. Келесі құрылым компоненті жасушаның тұрақсыз құрылым компоненті капсуласы. Жасуша капсуласы жасуша қабығының сыртын қаптап жататын шырышты құрылым. Оның екі түрі болады. Микрокапсула және макрокапсула. Айтып тұрғандай, қалың қабат болатын болса макрокапсула, микрокапсула 0,2 микрометрден төмен болады. Бұл аморфты заттың бактерияның тіршілігіндегі орны ерекше болып келеді. Ол жасуша қабығын неғұрлым бері кетіп ұстап тұрады, фагоциттерден қорғайды, кейде қоректік заттардың қорын сақтап тұруға да атсалысады. Құрылымы бойынша капсулалардың екі қабаты ажыратылады. Ішкі және сыртқы. Ішкі қабаты жасуша цитоплазмасының бөлігі, ал сыртқы қабаты бактерияның секреторлық қызметінің нәтижесінде түзіледі. Капсула полисахаридтерден, кейде полипептидтерден тұрады. Мысалы, күйдіргі қоздырғышында Д-глутамин қышқылының
полимерлерінен тұратын құрылым болып табылады. Капсула гидрофильді, құрамы 98% судан тұрады. Микрокапсула түзетін бактериялар бар. Олардың жаңа айтып кеттік, өлшемі 0,2 микрометрден төмен. Сондықтан олар қарапайым микроскопта көрінбейді. Оларды тек қана электронды микроскоппен ғана көре аламыз. Келесі құрылым компоненті, тұрақсыз құрылым компоненті, бірақ негізгі маңызды құрылым компоненті спора болып табылады. Спора бұл сусызданған жасуша, оның құрамы дипикалин қышқылды тұздардың көп қабаттарынан тұратын құрылым. Споралардың негізгі қызметі жоғары температураға тұрақтылығында болып табылады. Бір жасушадан бір ғана спора түзіледі. Қолайлы ортаға түскенде спорадан вегетативті жасуша қайта түзіледі. Спорадан вегетативті жасуша түзілгенде спора қабықшасы арқылы көп мөлшерде су сіңіріле бастайды. Бұл кезде жасушада күрделі физиологиялық өзгерістер басталады. Тыныс алуы күшейеді, ферменттер активтеледі. Осы үрдіс кезінде спораның температураға төзімділігі жойылады. Соңында сыртқы қабаттары шытынап, жарылып, сіңген вегетативті жасуша қалыптасып, сыртқа шыға бастайды. Жасуша барынша белсенді қоректеніп, қоректік заттарды бүкіл денесіменен сіңіре отырып, көбеюге дайындалады. Бір спорадан тек бір ғана вегетативті жасуша сыртқа шығады. Спора түзетін бактерияларды бациллалар деп атайды. Бұл слайдтан сіздер споралардың түзілуінің негізгі кезеңдерін көріп отырсыздар. Бірінші, дайындалу кезеңі. Қолайсыз фактор туындаған кезде бактерия жасушасы қолайсыз факторды сезеді. Сол кезде жасушаның генетикалық аппараты өзгеріске ұшырай бастайды. Ядролық ДНК жіпше тәрізді созылып, бактерияның түріне байланысты ортасына, немесе шетіне, немесе ұшына қарай ығыса бастайды. Яғни сіздер слайдтан көріп отырғандай, спораның түзілуіне байланысты ортасында субтерминальды және терминальды түзілетін спораларды көріп отырсыздар. Яғни ортасында орналасатындар бациллус антрацис, шетіне жақын, ұшына жақын орналасатын субтерминальды орналасатындарға кластридиум перфрингенс, субтерминальды орналасатын споралары бар бактерияларға мысал ретінде кластридиум тетаниді келтіруге болады. Яғни осы жерлерге ығысып, сыртынан қабықпен қапталады. Екінші кезеңде, яғни проспора түзіледі. Спорогенді зонада судың артық мөлшері ығыстырылып шығарылып тасталады. Цитоплазма тығыздалады. Сыртынан екі қабатты цитоплазмалық мембранамен қапталады. Бұл проспора деп аталады. Үшінші, спораның қабының түзілуі. Спора қабының түзілуі кезеңі. Мембраналар арасынан кортекстік қабат қалыптасады. Ол жасуша қабығына ұқсастау болып келеді. Құрамында пептидогликан, мурин, одан басқа жаңа дипикалин қышқылды тұздары болатын қабық болып саналады. Сонда қабық түзіледі. Бұл қабық спораның қалыптасу кезінде жасуша қабықшасынан синтезделе бастайды. Соңында спора мембранасының сыртынан бірнеше қабаттан тұратын споралық қабық түзіледі. Ол әр бактерияларда споралық қабықтың саны әртүрлі болады. Соған байланысты спораның сыртқы орта факторларына тұрақтылығы да осы түзілген қабыққа байланысты болады. Спора түзу уақыты әр бактерияларда әртүрлі болады, бірнеше сағатқа созылады. Түзілген спора күйдегі бактерия қолайлы жағдай туғанға дейін спора күйінде сақталады. Ол механикалық зақымдануларға, термиялық өңдеулерге,
өте тұрақты болып келеді. Мысалы, бациллус антрацис күйдіргі қоздырғышы топырақта 50 жылдан астам уақыт сақталуға бейімделген. Бұл слайдтан сіздер келесі құрылымдық компонент талшықтарды көріп тұрсыздар. Талшықтар көптеген прокариотты және эукариотты бактериялардың беткейінде орналасатын қозғалысқа жауап беретін күрделі құрылым. Прокариоттар мен эукариоттардың талшықтарының ерекшеліктері бар. Бактерия талшығының қалыңдығы 10-20 нанометр, ұзындығы 3-15 микрометр болып келеді де, бактерияның негізгі өзінің денесінен бірнеше есе ұзын болып созылып жатады. Орналасуына байланысты талшықтардың түрлері ажыратылған: монотрихтар, бір шетінде бір талшық, лофотрихтар, бір шетінде пучок, екі шетінде екі талшық немесе пучок орналасатын болса, амфитрих, бүкіл денесін алып жататын болса, оларды перитрихтар деп атаймыз. Осылардың ішінде белсенді қозғалысқа иелері монотрихтер мен лофотрихтар. Бактериялардың талшықтары үш суб құрылымнан тұратын филаменттер болып табылады. Филамент ол фибрилла немесе пропеллер деп айтуға болады. Ақуызды зат флагеллиннен белогынан тұрады. Оның ілмегі, ол ілмекке келіп ұласады, ілмек цитоплазмалық мембранаға келіп бекіген. Ілмек ол белокты құрылым, талшыққа қарағанда қалыңдау, 20-45 нанометрден тұрады. Табиғаты ақуыз, бірақ флагеллин белогынан тұрмайды. Ол келіп базальды денешікке байланысады. Базальды денешік цитоплазмалық мембранамен жасуша қабында орналасқан сақиналардан тұрады. Негізгі қызметі қозғалу. Өткен дәрісте айтып кеткендей, бұлар белсенді қозғалуға атсалысады. Келесі құрылым компоненті бұл жасуша қабының сыртында, әсіресе грамм теріс бактерияларда жиі байқалатын өсінділер, нәзік келген жіңішке қыл тәрізді пилелер, немесе оларды фимбриялар деп те атайды, кірпікшелер. Олар талшықтардан жіңішке, диаметрі 5-10 нанометр, ұзындығы 0,2-2 микрометрді ғана құрайтын қысқа кірпікшелер. Бактериялардың бүкіл денесінде немесе екі ұшында болуы мүмкін. Бұлардың негізгі қызметі жасушаның қозғалыссыз объектке немесе басқа жасушаға жабысуына, генетикалық рекомбинацияның конъюгациялық үрдісі кезіндегі ДНК-ның ақпаратын донор жасушадан реципиент жасушаға уақытша түзілген жыныстық көпіршелер арқылы беруі, бактериофагтардың акцепторлары болып саналады. Осы сияқты бірнеше қызметтер атқарады. Келесі құрылым компоненті прокариоттардың волютин дәндері. Бұларды қосындылар деп те атайды. Бұлар жасуша қабығының тұрақсыз құрылым компоненттері болып саналады. Химиялық құрамына пайдаланылуына байланысты әр түрлі болып келеді. Олар тығыздалған, сұйық, газды болуы мүмкін. Олардың белокты мембраналы қабықпен қапталған немесе мембранасы жоқ түрлері болуы мүмкін. Қосындылар бұл жасушаның қоректік затының қоры болып саналады. Бұндай қосындыларға полисахаридті, волютинді қосындылар жатады. Қосындылар ыдырау кезінде босаған заттар жасушаның өсуіне пайдаланылады. Волютинді дәндер полифосфаттардан түзіледі және көлемі 1 микрометр болатын домалақ денешіктер, дәндер болып саналады. Денешіктер немесе дәндер деп аталынады. Волютин дәндері бұл сілтіде және ыстық суда еруге қабілетті.
негізгі қызметі фосфор мен энергияның көзі болып табылады. Осы бактерия жасушасының құрылым компоненттерін көру үшін әртүрлі бояу әдістерін қолданады. Бактерияның жасушалары жалпы боялмаған күйде мөлдір болып келеді. Бояу арқылы олардың морфологиясын, сонымен бірге басқа да құрылым компоненттерін зерттеуге болады. Сонымен бірге олардың тинтариалдық қасиеттері де бояу арқылы анықталады. Күрделілігіне байланысты фиксацияланған жағындыларды бояу әдістерін қарапайым және күрделі деп екі топқа бөледі. Қарапайым бояу әдістері микроорганизмдердің морфологиялық қасиеттерін тез арада анықтауға негізделген. Атайтып тұрғандай, бояу кезінде бояудың бір түрі ғана қолданылады және тез арада нәтижесін көруге болады. Көбінде негізгі және бейтарапты анилинді бояулар қолданылады. Қызыл түске көбінде фуксин, күлгін түске генциан виолет, көк түс үшін метилен көгін пайдаланамыз. Және де зерттеу кезінде бактериялардың пішінін, олардың жағындыда орналасуын көруге болады. Және де қарапайым бояу әдісі арқылы патологиялық материалдағы микробтарды анықтауға болады. Күрделі бояу әдістері дифференциалды әдістер деп те атауға болады. Мұнда бірнеше бояу қолданылады, кемінде 2 бояу, және де бояулар әртүрлі болу керек, әр түсті болу керек. Бұл әдіс микробты тек көріп қана қоймай, сонымен бірге олардың құрылымдық компоненттерін де зерттеуге мүмкіндік береді. Себебі бактериялардың әр құрылымдық компоненті бояуды әртүрлі сіңіреді. Күрделі бояу әдістерінің біріне грамм әдісін жатқызуға болады. Грамм оң бактерияларда бактериялардың жасуша қабығы көгілдір түске боялады. Себебі біз бағана құрылым компонентіне тоқталғанда айтып кеттік, ол жерде пептидогликан 80% алып жатыр, сондықтан бұл бактериялардың күлгін түске боялуына негізгі себеп болып табылады. Және де грамм теріс бактериялар, олар қызыл түске боялады. Екінші дифференциациялық әдіс Циль-Нильсон әдісі. Бұл әдіс бойынша қышқылға төзімді бактерияларды анықтауға болады. Соның ішінде нақтырақ айтатын болсақ, туберкулез таяқшасын диагностикалауда қолданылатын негізгі әдіс болып табылады. Бактерия жасушасының құрылымдарын анықтайтын басқа да әдістер бар. Мысалы, бактериялардың капсулалары бояуды сіңірмейді. Сондықтан капсуланы анықтау үшін бактерияның жасуша қабығын және де препараттың фонын бояу арқылы анықтайды. Ол үшін Гинс-Бури әдісін қолданамыз. Бактериялардың споралары бояуды сіңірмейді. Сондықтан бояуды сіңірту үшін ең бірінші қабығын борпылдатқыш заттарменен өңдеп аламыз. Сөйтіп бояуды қабыққа сіңірту арқылы спораларды бояйды. Ондай әдісті ажышка әдісі дейді. Романовский-Гимза әдісі арқылы оның артықшылығы микроорганизмдерді тек қана идентификациялау мен анықтауға ғана мүмкіндік бермейді. Сонымен бірге нуклеоидтарды, жасуша құрылымдарын анықтауға да мүмкіндік береді. Және де риккецияларды, хламидияларды, спирохеталарды осы әдіспенен бояп көруге болады. Нейсер әдісі арқылы валютин дәндері анықталады. Нәтижесінде бактериялар сары түске боялады да, гранулалары қоңыр түске боялады. Осымен біз бүгін дәрісімізде бактериялардың құрылым компоненттеріне тоқталдық, және де құрылым компоненттерін анықтайтын бояу әдістеріне тоқталдық. Назар аударып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.